Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай өте керемет дәмді банофи пай тортын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Мен сіздерге өте оңай жасалатын торттардың, тағамдардың видеосын саламын. Бұл жолы да сіздерге өте оңай, пешке пісіруді қажет етпейтін торт дайындаймыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге керегі кез келген печеньені аламыз. Осылай қолмен бөліп, блендердің көмегімен езіп аламыз. Блендер болмаса, целлофановый пакетикке салып, оқтаумен езіп алсаңыздар да болады. Осылай езілген печеньемізді таза ыдысқа салып отырып, барлығын блендерден өткіземіз. Блендерден өте әдемі біркелкі болып өтеді. Енді осы езілген печеньенің үстіне сары майды ерітіп, микроволновкада осылай араластырып аламыз. Және торт жинайтын форма немесе торт пісіретін формаға осылай тортты орналастыратын ыдысымызға салып, тарелкаға салсаңыздар да болады. Осылай барлығын салып, қасықтың көмегімен басып отырып, шет-шетін осылай қолмен жасадым. Яғни бортиктерін қолмен жасадым. Және бізге осындай вареный сгущенка керек болады. Жартысын осы езілген печеньемізге жағып шығамыз. Міне жағып болдым. Ендігі кезекте бананды осылай жіңішкелеп, сопақша етіп турап аламыз. Осы вареный сгущенканың үстіне қойып шығамыз. Енді екінші бөлігін жағып жатырмын. Вареный сгущенканың тағы да үстіне банан саламыз. Егер сіздерде банан аз болса, бір рет қана салсаңыздар болады, бір қабат қана қылып. Енді кремге көшеміз. Кремді мен осылай викпак кремін пайдаланамын. Осылай миксердің көмегімен жақсылап араластырып, қатты қоюланғанша миксерлейміз. Міне қою төңкерген кезде ақпайтындай етіп миксерлейміз. Және целлофановый осындай крем сығатын пакетикке саламыз. Және крем сығатын менде звездочка түрін пайдаландым. Осылай ыдысқа салып, дайындап алып, әдемелеп осылай кремді сығып шығамыз. Кремді сығып болдым. Ең бетіне кез келген өзіңіздің қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мен какао ұнтағын септім. Какао ұнтағын пайдаланбай, құр өзін қойсаңыздар да әдемі көрінеді. Міне біздің тортымыз дайын болды. Өте оңай, үйдегі бар печеньеден жасасаңыздар да болады. Өте әдемі, өте дәмді, өте тәтті торт болып шықты. Банан, карамель, крем, печенье бір-бірімен жақсы үйлесті. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Және холодильникке 1 сағатқа қойып алсаңыздар, печеньеміз қатып, креміміз қатып, тураған кезде өте ыңғайлы болады. Егер сіздерге видео рецепт ұнаған болса, WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.